Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Qadırменді ағайын, сіздермен бүгін тәжвид сабағын жалғастырамыз. Одан әрі 4-ші жаттығуды өтеміз сіздермен. Алдыңғы сабақта сіздермен 3-ші жаттығуды өткен болатынбыз. Бұл жаттығуда да біз практикалық тұрғыдан бұған дейін өткен ережелерді пысықтауға, пісіруге тырысамыз. Өйткені ол ережелер осы мысалдарды практикадан өткізу арқылы, практикалық қырынан оларды тану арқылы пісе түседі. Және де ертең Құранға түскен кезде де біз дайын барамыз, Құдай қаласа. Ал кеттік онда. Бисмилла. Фәл ятанафасил мутанафисун. Қандай белгілер бар бұл жерде? Мәт бар, мына жерде нә. Одан кейін мына ләм артиклі кеп тұр. Одан кейін қамария мим әрпі кеп тұр. Сол себепті ләм сукун болып оқылады. Әл артиклінің әлифі сөйлемнің ортасына келген кезде уасыл хамзасына айналады дағы, ол оқылмайды деген болатынбыз. Мына жерде де нә мәт кеп тұр, мына жерде де мінекей мәт кеп тұр. Би ахкамил хакимин. Би ахкамил хакимин. Хамза кеп тұр. Хамзаның ерекшелігі бұл бөлініп оқылады дедік. Және де хамзаның тірегін әлиф атқарып тұр. Одан кейін мына жерде де мінекей қамар әрпі кеп тұр. Ха, оның алдында әл артиклі, ләмі сол себепті сукун болып оқылады. Және де әлиф уасыл хамзасына айналғандықтан сөйлемнің ортасына келгендіктен оқылмайды. Мына жерде де кәсірәлі мимнен кейін сукунды болған яй мәт әрпі кеп тұр, екіге созылады. Біраз түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Өйткені мысалдармен оқылған кезде көп түсінілмеген ережелер өзі пісе түседі. Хуал хайюл қайюму. Алдыңғы жаттығуда да келген, бұл сөз. Лә, мынаны айтқан болатынбыз, ләмнен кейін әлиф бар екенін бұл әріпте. Сол себепті бұл ләм мен әлифтің қосындысы деп айтқан болатынбыз. Бұл жерде мәд жасалады. Лә тәхузуху. Сукунды хамзаның белгісінің үстіне сукун қойылған кезде деп тоқтайтынымызды біз айтқан болатынбыз. Самал кідір жасайтынбыз күшпен. Лә тәхузуху синатун ва лә наумун. Ва лә яудуху хифзухума. Мына жерде ләм мен әлифтің қосындысы келіп мәд жасалып тұр. Ва лә яудуху. Біз айтқан болатынбыз, Хамзаның алдында қарып даммалы болса, немесе Хамзаның өзі даммалы болса, бұл жерде алдында қарып фатхалы болып кеп тұр. Бірақ Хамзаның өзі даммалы болып кеп тұр мына жерде. Сол даммалы болып келсе, Хамзаның өзі оқылады деген болатынбыз. Өзі оқылады, және де вау оқылмайды деп. Бірақ вау мына жерде не болып кеп тұр? Хамзадан кейін кеп тұр. Я мен ваудың ортасында кеп тұрғандықтан Хамза мына жерде мәд жасаймыз. Ва ла яудуху. Ал мына жерде ху әрпінен кейін біз дамирлерді өткен болатын. Естеріңізде ме? Ху, хи деп сөздің аяғында келеді. Егер сөздің аяғында дамир ху деп келетін болса, және оның алдыңғы және соңғы әріптері харакатты болатын болса, дамир, бұл ху дамирі екіге созылады. У бар секілді жасырын вау мұқаддара бар секілді у болып екіге оқылады дегенбіз. Ал енді мына жерде Құранда болсын, мына жаттығуда, міне Құраннан алынған ғой. Мына жаттығуда мінекей вау белгісі секілді белге келеді. Құранда да осылай келеді. Сол себепті бұны ху деп екіге оқисыздар. Ва ла яудуху хифзухума. Мәниттаба'a зикра. Мәниттаба'a. Мынау әлиф оқылмай кетеді. Бірден тәға түсесіздер шаддамен. Мәниттаба'a зикра. Қосқан кезде мәниттаба'a зикра. Ләм сукун болып оқылмай тұр. Неге? Өйткені зә әрпі бұл зәл әрпі, шәмси әрпі. Ал әл артиклін біз білеміз, сөйлемнің ортасына келгенде оқылмайтын. Мәниттаба'a зикра.
لا أسألكم أجرا وجعلني مدبر من المكرمين وجعلني من المكرمين بما كانوا يكسبون. فلا لم من ألف تنقص نستوى ayttık bunu. Sözün ortasında немесе аяғында осылай келеді. Басында былай жазылады. فلا يحزنك قولهم من الشجر الأخضر من الشجر енді ләммен қосамыз من الشجر الأخضر وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا. тоқтап атқан жоқпын, өйткені бұл жердегі мәттер, шадданың оқылуы бәрі сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ва хуа ала, мына белгіні өткенде айтқан болатынбыз, алдағы уақытта өтеміз деп. Ва хуа ала кулли шайин қадирун. Хамзаның ережесін өткен кезде біз айтқан болатынбыз. Хамзаның алдындағы әріп сукун болып келетін болса, Хамзаның белгісі өзі ғана жазылады. Ешбір тірексіз, алиф ва уясыз. Және де оның жанына қандай белгі қойылады? Тәнуин, фатха, касра, дамма, сол белгі оқылады деп. Ва хуа ала кулли шайин қадирун. Раб زينا السماء الدنيا زينا السماء الدنيا. نجدي كي وندا شدة وقيمس. زينا السماء الدنيا وهو العزيز الغفور. سبح اسم ربك رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض. إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. عن النبأ العظيم قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى. وإذا الجنة أزلفت وإذا لم ينقصمس وإذا الجنة أزلفت. وإن الأبرار لفي نجد مدبر نعيم نجد مدبر. ذو العرش المجيد. وإذا لم ينقصمس وإذا الجنة أزلفت. إن الأبرار لفي نعيم. ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ. мінекей құрметті ағайын, 4-ші жаттығуды да осымен
тамамдадық. Аллаға шүкір, мінекей үлкен бір белесті бағындырғандай болдық бүгін. Шынымен де, өйткені келесі сабақта Алла нәсіп етсе сіздермен тәжвид қағидаларына өтеміз. Яғни Құранның нағыз ережелеріне, таза Құранда оқылатын ережелерге. Бұл ережелерді Құранның ережелері болып есептеледі, бұған дейін өткен ережелер. Бірақ мына тәжвид ережелері Құрандағы созу, жасыру, ашық оқу мәселелеріне қатысты келген ережелер. Сол себепті баршаңызды құттықтаймын. Мінекей бүгін үлкен бір белесті бағындырдық. Алла тағала ілімдеріңізге береке берсін. Бірақ енді сіздерден өтінерім, осыған дейін өткен тақырыбымыздың бәрін бір көз жүгіртіп қарап өтсеңіздер, бір қайталап өтсеңіздер, егер видеоны тыңдауға көп уақыттарыңыз болмай жатса, енді өтілген видеолар 11 сабақ өтілді бұған дейін. Сол 11 сабақтың бәрін қайтадан тыңдауға уақытта болмасаңыздар, ең болмағанда кітаптан бір көз жүгіртіп өтсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Алла тағала баршаңызға береке берсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.